халықтың санын көбейтуге де ауылдың беретін үлесі өте жоғары. Көп балалық қай жерде? Әрине ауылда. Ауыл Шырылда бала шағасын алып күн көремастан Алматыға, Астанаға квартирлер жалдап жүр. Егер ауылда жағдай болса, әр туған балаға 10 000 долларға шейін қаражат бөлетін болса, мен осындай ұсыныс айтам. 10 000 доллар қаражат бөлсе болады. Мүмкіндік бар біздің. Сонда біріншіден балалардың саны өседі. Халқымызға жағдай болады. Бірақ ол балаларға жәрдемақы, оларды көп балалы семьяға мемлекеттік көзқарас болу керек. Міне осындай жағдайда халқымыз, еліміз өседі деп ойлаймын.